Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Тұмаудан аман есенсіздер ма? Сіздерге өзім бүгін дәл осы құрақ түрін тігіп едім. Күрделі құрақ екен, өте қатты күрделі құрақ түр екен. Бұны тігіп маған бір ақтал керек. Артық тіге алмаймын бұдан. Егер осы құрақ түрі сіздерге ұнап жатса, тігіп алсаңыздар болады. Мен фотосын скриншот етіп сіздерге осы үлгісін қойып қоям. Осы сызбасына қарап, осы тігісіне қарап отырып тігіп алсаңыздар болады. Алмаған бұдан артық керек жоқ. Бір тал құрақтан артық керек емес. Оның бәрін бекерден бекер тіге берудің де қажеті жоқ маған. Сол себепті егер ұнап жатса, осы құрақты тігіп алсаңыздар болады. Бірақ өте күрделі құрақ екен. Тігу жолы өте қатты күрделі. Сіздерге бүгін мен бұрыштан дәл осындай кішкентай қиынды бұрыштардан тігілетін құрақ түрін көрсететін боламын. Майда құрақтар қалып қалады ғой. Соны қалай тігіп құрақ шығаруға болатынын көрсететін боламын. Сіздер менің Instagram парақшама жазыла кетіңіздер. Сілтемесі астында болады. YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, күнделікті менің шығып атқан жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Ал енді сіздерге бұрыштардан тігілетін құрақ түрін көрсетемін. Менде мынау какой-то 1 сантиметр ені құрақтардан қалып қалған қиынды маталар. Осыдан бір құрақ түрін тігіп көрсететін боламын. Қызылдан бар, дәл осы маталардан қиынды маталар қалған екен. Солардан бір құрақ түрін тігетін боламыз. Мына бұрышты да мен арнайы өлшеп алған жоқпын. Бұл қиынды түрі. Қиылып қалған маталардан қалған қиындылар. Осы қиындыдан мен дәл осы бұрыштан бір құрақ түрін шығаратын боламыз. Ал бастайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Артығын лентасын кесіп отырамыз. Бұрыштан да тігуге болатынын көрсетейін деп отырмын. Майда чий құрақ деп атасақ та болады. Өткен жол айттық қой, майда құрақ қиындыларды тастамай жинап қойып бір құраққа құрасақ та болады деп. Сол құрақ түрін сіздерге көрсетейін деп отырмын. Өстіп, бұрышты айналдырып тігетін боламыз. Міне бізде кішкентай бұрышымыз шықты. Енді осы бұрышқа қалған қиынды маталарымыздан, менде осы матадан жіңішке қалған екен. Осыны мен айналдырып тігетін боламын. Керемет әдемі құрақ түрі шығады бұдан. Қазір аяқталған кезде көретін боласыздар.
қиындылардан керемет қып ұқастырып, бір-бірінен сайғып, әдемі қып құрақ тігіп алуға болады. Керемет біздің құрақ түріміз шығып келе жатыр. Келесі бізден қызыл матамыз тігетін боламыз. Дәл осылай айналдырып өтіп тіге береміз. Майда құрақ түрі болатын болады. Жіңішке матадан тігілген құрақ болып шығады. Мінекей, бізде ерекше бір құрақ түрі шығып келе жатыр. Енді бізге дәл осы матаны тігетін боламыз. Келесі жағын тігетін боламыз. Мінекей. Матаны кішкене артығымен аламыз, өйткені бізде бұрышымыз шығу керек. Міне, бізде керемет құрақ түрі шығып келе жатыр. Дәл осы құрақты қазір басқа түрімен тігетін боламыз. Енді біздің лентамыз қалыңдай бастайды. Мына жері 3 см ұзындығы ұзын болып қалады. Дәл осылай тігеміз.
Келесі бұрышымыз істейміз. Шап келе жатыр бізде. Келесі лентамыз істейміз. Келесі мен мындай жіңішке мата тігетін боламын, лента. Алдында 3 см, ені 3 сантиметрлік лента тіккен едім. Енді осы жіңішке лентаны тігетін боламын. Қазір керемет әдемі құрақтары шығайын деп тұр. Міне керемет әдемі құрақ бізде шығып келе жатыр. Керемет әдемі жіңішке құрақ шығып келе жатыр бізде. Енді бізде мына бұрышы мен мына бұрышы шықты. Келесі біздің мына бұрышты ғана тігетін боламыз. Келесі менде ақ мата болады. Қызыл лентаны тігетін боламыз. Қызыл емес, фиолетовый тігетін болайын. Керемет әдемі осы мата. Тұрын тігетін боламыз. Керемет әдемі құрақтары шығып келе жатыр бізде.